Түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі қандай? Осы күнге дейін қандай ескерткіштер сақталды? Қазақстан жерінде сақталған сәулет өнерінің ескерткіштері қайда орналасқан? Орта ғасырлардағы түркілерде әдебиет ескерткіштері сақталды ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. Түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі зор болды. Олар сол кездегі жоғары экономикалық, саяси және мәдени дамудың жетістігін көрсете білді. Түркілердің әлем өркениетіне қосқан үлесін бірнеше салаға бөліп қарауға болады. Түркі жазба ескерткіштері, сәулет өнері ескерткіштері, қолөнер бұйымдары, ғұламалар және олардың еңбектері, аңыз әңгімелер мен жырлар, тәңірге сенім, ислам дінінің мешіттері. Қазақстан жерінде сақталған сәулет өнерінің ескерткіштері қайда орналасқан? Мемлекеттердің құрылуы, шаруашылықтың өркендеуі, орта ғасырларда қазақ жерінде сәулет өнерінің дамып, құрылыстың көптеп салынуына негіз болды. Әсіресе атақты адамдарға арналған ескерткіштер өте көп салына бастады. Соның бірегейі аса құнды мұра саналатын Арыстан баб кесенесі. Кесене ескі отырар жұртының маңындағы Сырдария өзеніне жақын жерде орналасқан. Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың замандасы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы саналады. Тағы бір сәулет ескерткіштерінің ерекше үлгісі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Кесене 1396-1404 жылдары Мауараннахр билеушісі Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған. Ерте кезден сақталған ғимараттардың тағы бірі 11-12 ғасырларда салынған Айша бибі кесенесі. Бұл кесене қазіргі Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Сәулет өнерінің тағы бір ерекше туындысы Қарахан кесенесі. Бұл кесенеде Тараз қаласының маңында орналасқан. Орта ғасырлардағы қазақ жеріндегі белгілі ескерткіштердің бірі Жезқазған қаласынан 40 шақырымдай жердегі Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан Жошы хан кесенесі. Айша бибі, Болған ана, Қарахан, Бабаджа қатын кесенелері Қарахан дәуіріндегі ескерткіштер саналса, Жошы хан кесенесі Алтын Орда заманындағы ескерткішке жатады. Ал Қазақ хандығының тұсында көтерілген зәулім ескерткіштердің бірі Алаша хан кесенесі аңызға айналған қазақтың арға тасы Алашаға арналған. Орта ғасырлардағы түркілерде әдебиет ескерткіштері сақталды ма? 9-13 ғасырларда Орталық Азияда ғылым мен білім бұрын соңды болмаған даму жолына түсті. Дамыған орта ғасырларда әдебиет үш тілде араб, парсы және түркіше жазылды. Осы кезде мұсылман әлеміне танылған тұлғалар шықты. Әбу Насыр әл-Фараби екінші ұстаз атанған математик, музыкант, философ. Ғылыми еңбектерін араб тілінде жазған ғылымның түрлі саласына қосқан жаңалықтары әлемге әйгілі. Жүсіп Баласағұн 11 ғасырдың аса көрнекті тарихи және әдеби шығарма Құтты біліктің авторы. Бұл түркі тілінде жазылған алғашқы шығармалардың бірі. Махмуд Қашқари Қашғардан шыққан ғұлама ғалым. 1074 жылы ол атақты түркі тілдерінің сөздігі еңбегін жазды. Қожа Ахмет Яссауи түркі тілінде жазылған Диуани Хикмет атты шығармасы арқылы адамзатты адалдыққа, имандылыққа, рухани тазалыққа шақырды. Ахмет Игінеки Қарахан дәуірінде өмір сүрген ақын. Бізге жеткен еңбегі ақиқат сыйы. Бұл ғұламалар шығыстың ғана емес, батыстың да ғылым мен мәдениетінің дамуына зор үлестерін қосты.